көріңіз. Керемет көктем мезгілінің кезектегі күнде Тамды ауданында дәстүрлі түрде өтетін өнерлі жастар ән күй байқауы болып өтуде. Бұл байқауға Тамды аудандағы 17 жалпы білім беру мектептерінің өнерлі жастары сақадай сай келген. Басты мақсат жүлделі орындарды, яғни жоғарғы межеден көріну. Мәдениет үйінде болып өтіп жатқан байқау барысын бірге тамашалайтын боламыз. Тамды ауданында ұлттық салт дәстүрді қаймағын бұзбай сақтап қалған қазақ ұлты өкілдері жасайды. Жалпы білім беру мектептерінде болса, оқушыларға тәлімменен қоса өнер сырларын үйретуге де жағдай жасалған. Жуырда аудан орталығындағы мәдениет үйі Тамды ауданы халық тәлімі бөліміне қарасты. Жалпы білім беру мектептерінде тәлімменен қоса өнер сырларын да үйреніп жүрген бір топ өнерлі жастарды өзінде жинады. Тамды ауданы әкімшілігі, аудан мәдениет бөлімі, халық тәлімі бөлімі бастамасымен мектеп оқушылары ортасында өнерлі жастар ән күй байқауы болып өтті. Оған ауданның дерлік барлық мектептерінде тәлім алып жүрген дарынды оқушылар қатысты. Біз Тамды ауданы 16 мектептің әгугай домбыра тобынанбыз. Әр жылы Тамды ауданында болатын дәстүрлі ән күй байқауында 2020 жылы 3-ші орынды, 2021 жылы 2-ші орынды иелеген болатынбыз. Ал осы жылы біз жүлделі орындардан үміткерміз. Біз осы ән күй байқауына домбыраға баулыған ұстаздарымызға 16 мектептің ұжымына алғыс білдіреміз. Көш бастау оңай ма? Жол бастау оңай ма, сөз бастау оңай ма деген сөз бар. Әрине, сөз бастау өте қиын. Біз бұл дәстүрлі ән күй байқауында ең бірінші болып шықтық. Бұл байқауда біз жүлделі орын аламыз деп үміттенеміз. Ол жағын Әділқазы алқалары шеше жатар. Байқау қатысушылары сәлемдесу, оркестр сүйемелдеуінде хор, қазақша күй, жеке орындауды терме және ұлттық би шарттары бойынша сайысқа түсті. Мектеп оқушыларының домбыра көмегінде орындаған ән жырлары, күйлері, ұлттық билері жиылғандардың көңілінен шықты. Тамды аудандағы жалпы білім беретін мектептердің баршасында тәлім қазақ тілінде алып барылады. Сондықтан да бұл оқушылардың баршасы мектеп қабырғасында тәлім тәрбие алуменен қоса өнер сырларында тереңінен үйреніп келеді. Бүгінгі байқауға Аяққұдық ауылынан келіп отырған топпенен жақыннан таныс боламыз. Біздің сұхбаттасымыз Аяққұдық ауыл орталығындағы 3-ші мектептің 10-шы сынып оқушысы Әсемай Мақсатова. Біздер осы бүгін Тамды ауданына қарасты номер 3-ші орта мектептің Аяққұдық елінен келіп отырмыз. Мектепте білім және тәрбие алудан басқа бөлек көптеген өнерлермен шұғылданамыз. Оркестр, би, өнер, сәлемдесу
яғни мәнер жағына көптеген білімдерді алып жатырмыз. Біздер осы таңдауданына байқауда көптеген мектептермен біргелікте осы сайысқа түспекшіміз және қарсыластарымызға сәттілік тілеймін. Қазақтың биі кәдімгі қара жорға ең біріншіден. Кейін ұлы дала туралы би болады. Сәлемдесуіміз өзіміздің мектебіміз, ауылымыз өркендеуі жайлы болады. Жорға біздің тәуелі бай әнін айтамыз. ге жуық оқушы жастар қатысқан ән күй байқауында ауданның түрлі аймақтарындағы тәлім ошақтарынан келген жастар ұлттық өнерді, домбыраны құрмет тұтып, бала күннен ән жырға мейір қойып, ұстаздар көмегінде жақсы дайындықпенен келгенін көрсете алды. Қазақ халқында боламын деген баланың бетінен қақпа, белін бу деген сөз бар. Әділ қазақ алқасында белгіленген шарттарды орындау барысында қателікке жол қойып жатқан қатысушыларға сын көзбен қарамай, оларға өз кеңестерін де беріп отырды. Өйткені әрбір сайыстың басты шарты жеңіс емес, қатысу. Тамда аудандағы 7-ші жалпы білім беру мектебінде 2021-2022 жылғы оқу жылында 98-ге тарта оқушылар тәлім тәрбие алады. Ал бүгінгі өнер байқауына, өнер додасына мектептің 34 оқушысы қатысып отыр. Бұл дегені 34 оқушы өнерлі дарынды оқушылар қатарында. Біз қазір сайыс барысында үкілі домбыра тобының өнерін тамашаладық. Ал ендеше Жаңашаруа елді мекенінен Сөкітті ауыл азаматтар жиынынан келіп отырған үкілі домбыра тобымен сұхбатта болатын боламыз. Біздің жанымызда топ қатысушысы, топ жетекшілерінің бірі Рауза Ырзахметова. Біз бүгінгі сайысқа Тамда ауданына қарасты 7-ші мектептен келіп тұрмыз. Біз байқауға 30-дан астам оқушы дайындап алып келдік. Және ол оқушыларды дайындаған Абуова Нұрлайым апай және де Измаханова Лаура апайларға ерекше алғысымызды білдіргіміз келеді. Біз жыл сайын жақсы орындарды, соның ішінде бас жүлдені және де бірінші орындарды иелеп келеміз. Оның барлығы әрине біздің мектептің
үлгілі оқытушылардың арқасы деп ойлаймыз. Біздің тобымызда ең төменгі сыныптан бірінші сынып, ең жоғарғы сынып ол 11-ші сынып оқушыларының арасында көптеген оқушылар дайындалып келді. Бүгінгі сайысқа осындай әдемі киімдермен келіп тұруымыздың арқасы ол тек қана оқушылардың емес, сонымен қатар оқытушылардың және де ата-аналарымыздың арқасы. Сол үшін оларға үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді және де олардың үмітін ақтау үшін бүгінгі сайыста бас жүлдені аламыз деген үлкен үмітпен келіп отырмыз. Оқушы жастар тарапынан орындалып жатқан ән жырлар мен күйлер қазақ халқының тарихы менен бүгіні, ата-бабалардың басып өткен сан қилы жолы жайлы сөз шертіп, тыңдарманның құлақ құрышын қандырар түрлі тақырыптарды қамтыды. Сайыс қатысушылар арасында бастауыш сынып оқушыларының да бар екендігі, аудан оқушыларының іргетасы берік қаланғанының айғағы. 15-ші мектеп 4-ші сынып оқушысымын. Ислан екеуміз осы байқауда жүргізушілік сайысын атқарып өттік. Мен небәрі 4-ші сынып оқушысымын. Мен енді жыл бойы осы 4-ші сыныпта бастап 11-ші сыныпқа дейін осы байқауда қатысып, жүлделі орындарға ие боламын. Қызылша жүзген жусан нәрселеуі, әрі азық, әрі отын сексеуілі, өлеңнің кең жолына симай жатыр, Қызылқұм табиғаты сан нешеуі. Біз бүгінгі ән байқауға Ақ Көгершін тобы 1-ші мектептен келіп отырмыз. Байқауда хор, оркестр, би және де терме бойынша сайыс болып жатыр, және де біз бұл байқауда өте жақсы өнер көрсеттік деген үміттемін. Байқауға дайындық барысында сәтті де тәтті, қатты да қиын күндер өтті. Және де біздер осы байқауға дайындаған мектебіміз директоры Абдуллаева Марина апайға, ата-аналарымызға, ұстаздарымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Біз мектепте тәлім тізімімен қоса өнер сырларында кеңінен үйреніп, осындай ән-күй байқауларını біргелікте алып келіп жатырмыз. Қазір аудандық басқышта өнер көрсетіп жатқан болсақ, алдағы уақытта республика басқышында да өнер көрсетеміз деген үміттеміз. Бүгінгі сайыста біздің биші ұл-қыздарымыз Тұмар би тобы жақсы өнер көрсетті деген ойдамын. Және де бүгін басқа мектептерде осал емес екенін көріп жатырмыз. Ол мектептерге сәттілік, өзімізге жеңіс тілеп қаламыз.
жетем менен кесерге. Адасаңға орғазып, асығыс барма шешімге. Әділет құрып салтанат, ертеңгі күні өкінбей. Деген ойдан аулақ бол, не істесең өзің еркіндей. Қолыңнан келсе жәрдем бер, жетем менен жесірге. Қолыңнан келсе жәрдем бер, жетем менен жесірге. Мен жастайымнан домбыра тартуға қызығам. Түрлі күйлерді, өлеңдерді үйреткен Мақсат ағама рахмет айтам. Бүгінгі байқауға Қасқыр Серікбаевтың артында жақсы сөз қалдыр атты термесін орындадым. Баянмен және домбырамен жақсы орындадым деп ойлаймын. Біз бүгінгі байқау барысында керемет бір көріністің куәсі болып отырмыз. Менің жанымда осы бүгінгі байқауда өз өнерін көрсетіп жатқан Шахзада Шайымова. Ең бастысы Шахзада Шайымованың ұлты өзбек болса да бүгінгі күнде қазақша киімдерді киіп, қазақтың өнерін дәріптеп жүрген жастардың бірі, демек жақыннан таныс болатынбыз. Мен Науаи облысы Хатыншы ауданында дүниеге келгенмін. 2009 жылы Тамды ауданына көшіп келгенбіз. Қазіргі таңда 2-ші санды мектеп-интернатында тәлім алудамын. Жас кезімнен бастап қазақтың ұлттық аспаптары, киімдері және олардың өнерлері ұнағандықтан қазір соларға қызығып үйрене бастағанмын. Ұстаздарым және құрбыларыммен біргелікте осы байқауға дайындалдық және осы байқауда бірге ойнап күліп дайындалып, көрінісімізді, өз өнерімізді көрсеттік. Келешекте қазақтың ұлттық өнерін дамытуға өз үлесімді қосуға әрекет етемін. Сайыс соңында шараны ұйымдастырушылар түрлі номинацияларда үздіктерді анықтады. Ең жақсы жүргізуші, ең жақсы терме орындаушы, ең жақсы би тобы және ең жақсы хор орындаушылар марапатталды. Байқау қорытындысына орай 3-ші орынға ауданның 1-ші жалпы білім беру мектебі лайық көрілді. 2-ші орынды 9-ші мектеп оқушылары иеледі. 1-ші орынға 13-ші мектеп оқушылары лайық көрілген болса, байқау 2022 өнерлі жастар ән күй байқауының бас жүлдесін ауданның 7-ші мектеп оқушылары иеледі. Жеңімпаздар диплом және бағалы сыйлықтарменен марапатталды. 7-ші мектептің үкілі домбыра ұлт аспаптар оркестрі бүгінгі болып Тамды ауданында мектептер арасында болып өткен байқауда жүлделі орын иегері болдық. Бұған өте қуаныштымыз. Әділ қазы алқаларына, әділ баға бергендеріне үлкен алғыс білдіреміз. Мектебіміздің атынан, оқушылардың атынан алғысымызды білдіреміз. Біз болашақта да осындай жоғары белестерден көрінуге тырысамыз. Ауданымыздың ғана емес, бүкіл республикамыздың, облыстың атын танытуға үлкен үмітіміз бар. Сол үмітті ақтаймыз.
Үкілі домбыра ұлт аспаптар оркестрі 7-ші мектеп жүлде құтты болсын.